Сәлем достар, бүгін витаминге өте бай жасымық сорпасын дайындайтын боламыз, яғни чечевичный суп. Ең алдымен пиязымызды, сәбізімізді жақсылап аршып алатын боламыз. Аршып болғаннан кейін жуып алып, турап шығатын боламыз. Барлығын кубиктап тураймыз пиязымызды. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Видеоны лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі сәбізімізді үткіштен өткізіп алатын боламыз. Кубиктап турасаңыздар да болады, бірақ маған үткіштен өткізген ыңғайлы. Келесі кезекте барлық затымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін пиязымызды, сәбізімізді жақсылап қуыратын боламыз. Пиязды 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. 2-3 минут қуырылған соң үстіне сәбізімізді қосып ары қарай қуыра беретін боламыз. Енді томат пастасын салып, жақсылап бірінші қуырып алатын боламыз, одан кейін барып араластырамыз. Жасымық сорпасы өзі түсі ең әдемі сорпалардың бірі болып табылады. Егер сіздер томатты ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Мен бұл жерде дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка қостым. Тұз бен қара бұрышты қоссаңыздар ғана болады. Егер аяқ жағында дәміне қарай, аяқ жағында қоссаңыздар да болады. Мен қазір қуырған кезде қосып алдым. Чечевицаны жақсылап жуып алғаннан кейін чечевицаны қосып, яғни жасымықты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне суымызды қосып, қайнағанын күтеміз. Жасымық сорпасын 2-3 адамға жететін порциясын дайындап жатырмын, яғни бір орта кесемен ғана алдым. Чечевицаны сіздер көп адамға жасайтын болсаңыздар, екеу алып, көптеу етіп жасасаңыздар болады. Сорпа қайнағаннан кейін қақпағын жауып, астын кішкене басып пісіріп алатын боламыз. Енді сорпа дайын болғанша біз ары қарай қатырылған нан жасайтын боламыз. Жасымық сорпасымен өте жақсы үйлеседі. Нанымызды турап алатын боламыз. Үйіңіздегі артық қалған нандардан жасасаңыздар болады, немесе осындай балғын наннан жасасаңыздар да болады. Жақсылап турап аламыз, қызып тұрған пешімізге салып, қыздырып алатын боламыз. Дәміне қарай өздеріңіз тұз, бұрыш және де май қоссаңыздар болады. Келесі кезекте дайын болған жасымық сорпасын блендердің көмегімен өткізіп алатын боламыз, яғни қою сұйық қалыпқа келтіреміз. Сіздерде сорпаларыңыз қатты қою болып кетіп жатса, үстіне қайнап тұрған ыстық суыңызды құйып араластырсаңыз болады, дәміне қарай тұз, бұрышын салып. Қараңыздар, менде осындай масса шықты. Менде қатты сұйық болғаннан кішкене қоюлау түрі ұнайды. Сол үшін мен кішкене қоюлау етіп жасадым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оны жасай берсеңіздер болады. Ал енді ыдысымызға құйып алатын боламыз және де жанына қатырылған нанды қоятын боламыз. Және де сіздер тағам дайын болған кезде лимонды кішкене сығып қосып жіберсеңіздер де өте керемет болады, немесе осылай сорпамен тұтынсаңыздар болады. Яғни жасымық сорпасының фишкасы лимоны мен жанындағы қытырлақ наны. Өте оңай сорпалардың бірі болып табылады. Көп уақыттарыңыз кетпейді. Кафе, рестораннан ішкеннен осылай үйлеріңізде өздеріңіз тойымды етіп жасап көріңіздер. Балаларыңыздың жегеніне де ыңғайлы. Баршаңызға ас болсын. Менің инстаграм каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Және де тағам жасағанда мені белгілеп салсаңыздар өте қатты қуанар едім. Рахмет.